Бүгінгі математикадан сабақтың тақырыбы саудаға қатысты есептер. Мақсатымыз 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау. Бүгінгі сабақта саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесің. Есеп шығаруға қажетті сызба таңдауды да үйренетін боласың. Балалар, қазір мына есепке көңіл бөлейік. Мысалы, алма 20 теңге, алмұрт 30 теңге тұрады. Алма мен алмұрт сатып алу үшін қанша ақша төлеу керек? Сендер қандай заттар сатып алдыңдар? Алма және алмұрт сатып алдық. Ол заттардың бағасы қанша тұрады? Алма 20 теңге, алмұрт 30 теңге тұрады. Алған затты сызбаға салып, жақсылап тұрып, есептеп шығарып көрейік. Қараймыз, балалар. Бірінші тұрған бөлік алма. Оның 20 теңге тұратынын жазып қойдық. Екінші бөлікте алмұрт. Оның 30 теңге тұратынын жазып қойдық. Барлық бүтінді, барлығын сұрап тұр. Оған сұрақ белгі тұр. Сызбаны байқадыңдар, Енді шартына қараймыз. Алма 20 теңге, алмұрт 30 теңге, барлығы неше теңге? Шешуі 20 мен 30-дың қосындысы 50-ге тең. Жауабы алма мен алмұрт сатып алу үшін барлығы 50 теңге қажет. Балалар, бүгін біз оқулықтан 90-91 беттермен жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше оқулықтың 90 бетін ашамыз. Есепті тап деген тапсырмаға көңіл қараймыз. Балалар, қазір мына мәтінді оқимыз. Олардың қайсысы есеп болып табылады және неге деген сұраққа жауап береміз. А. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыстан қуанып қайтты. Енді әсін тыңдаймыз. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыс күні қанша теңге жұмсады? Осы екі тапсырманың қайсысы есеп? А есеп па? Неге? Дұрыс айтасыңдар. Ада ешқандай сұрақ жоқ. Әге қараймыз. Есеп па? Неге? Дұрыс айтасыңдар. Тапсырмада шарты бар, сұрағы бар екен, балалар? Жарайсыңдар. Ендеше ауызша жауап беріп көрейікші. Қанат демалыс күні қанша теңге жұмсады? Қалай табамыз оны? Оны табу үшін 40 теңгеге 50 теңгені қосады екенбіз. Сонда 90 теңге. Қанат демалыс күні 90 теңге жұмсады. Балалар, келесі оқулықтағы тиын жинағыш тапсырмасына қараймыз. Бұнда есеп беріліп тұр. Сол есепке сәйкес сызбаны тауып, есепті шығаруымыз қажет. Мұқият есепті тыңдаймыз. Нұргүл мен Нұрлан ақша жинап жүр. Нұргүл тиын жинағышқа 10 теңге, ал Нұрлан 8 теңге салды. Олардың жинағышында қанша ақша бар? Аға қараймыз. Бірінші бөлік белгісіз, екінші бөлік 8 теңге, бүтін барлығы 10 теңге. Әге қараймыз. Бірінші бөлік 8 теңге, екінші бөлік 10 теңге, барлық бүтін бөлікті сұрап тұр. Бұға қараймыз. Бірінші бөлік белгісіз, екінші бөлік белгісіз, барлығы 10 теңге. Осы сызбаның қайсысы бастапқы есепке сай келеді? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ортаңғы тапсырмасы
есепке сай келеді екен. Яғни 8 теңге Нұрланның салған ақшасы, 10 теңге Нұргүлдің салған ақшасы, барлығы белгісіз. Астындағы есепке қарап жібереміз. Нұргүл 10 теңге, Нұрлан 8 теңге, барлығы неше теңге салды? Шешуі 10 мен 8-дің қосындысы 18-ге тең. Жауабы барлығы 18 теңге болды. Балалар, келесі шығарып көр тапсырмасын өзіндік жұмыс ретінде орындаймыз. Мұнда суреттерді беріліп тұр. Есептің жаңағы қысқаша шарты тұр. Сен сызбаны қарай отырып, есептің шартын құрастырып, толықтырып, сұрағын қойып, шешіп, жауабын орындаймыз. Ал ойланыңдар. Бірінші бөлікте желім тұр, екінші бөлікте өшіргіш тұр. Міне, барлығына сұрақ қойып тұр. Ендеше есепті құрастырып көрейік қане. Жарайсыңдар. Енді құраған есептеріңді апайдың есебімен тексеріп көреміз. Дүкенде желім 40 теңге тұрады, ал өшіргіш 20 теңге тұрады. Екеуі барлығы неше теңге тұрады? Желім 40 теңге, өшіргіш 20 теңге, барлығы белгісіз теңге. Шешуі 40 пен 20-ның қосындысы 60-қа тең. Жауабы барлығы 60 теңге тұрады. Балалар, сендер бүгін есепті шартын құрастыру, сұрағын қою, шешу, жауабын орындауға байланысты тапсырма орындадыңдар. Сонымен есептерге қарап, сызбаны да жасауды, сызба қай есепке қайсы сай екенін, оны да орындап жатсыңдар. Енді үйде 91-ші беттегі орындап көр тапсырмасын жасап келесіңдер. Онда жақсылап есепті, тапсырманы оқисыңдар. Егер бұл тапсырма есеп деп ойласаң, осыны шығарасың. Егер есеп деп ойламасаң, сұрағын өзгертіп, есепке айландырып, ары қарай шешеміз. Сау болыңдар балалар.